Сен егіз лебізге қатысып жүрсің. Иә. Мен қаттан қалдым. Менде. Ол біздің мәдениет министрлігінің тікелей қателігі деп ойлаймын. Бізде Иманбек Грэмми алады, одан кейін барып оған ақша береді деген сияқты ғой. Кей-поп деген қозғалыс тоқтап қалды ма? Кейбір топтар 2 жыл жұмыс істеп, 1-2 рет қана гонорарға шыққан болса, концерттерге болды. Одан артық ақша көрмеді. Біз дәл солай жүрдік. Сендерден кейін шыққан топтардың, әншілердің арасында кім нағыз кей-поп болды? Біреуін де атай алмай отырсың. Алғашқы 2 жылдың ішінде болған хейт, стресс, олар да оның барлығын көрді ғой. Сол үшін олардан кешірім сұрадың ба сен? Анаң мықты кісі, оны түсіндік. Сен қолдайтын кісі, бағыт беретін. Әкең туралы сұрасам бола ма? Бәрібір жауап бере алмаймын. Көтермейсің ол тақырыпты. Көтермеймін, өйткені жалпы ар жақта жатқан зат. Мен оны тіпті үйде көтермеймін. Армысыздар, құрметті көрермендер, есімім Тимур Балымбетов, арнама, каналыма қош келдіңіздер. Және де бірден айта кетейін, жазылмаған болсаңыздар, дәл қазір мына жазылу, subscribe, подписаться деген батырманы баса салыңыздар. Егер де бүгінгі әңгіме ұнайтын болса, бір кәдімгідей әдемілетіп, бір комментарий қалдыра кетіңіз. Ал егер көңілден шықса, кәдімгідей онда лайк басып, колокольчикті басуды ұмытпаңыз. Сонда ең бірінші болып жаңа шығарылымдарды көретін боласыздар. Бүгінгі менің қонағым жеке хип-хоп артист, оның үстіне 91 тобының бір беделді мүшесі Дулат Мұхаммедқали. Сәлем. Қош келдің. Рахмет, қош көрдік. Өте қуаныштымын кездескеніме. Біраз жыл болды аңдып жүргеніме. Шақыра алмай емес, мен 1-2 рет көрдім шақырайын деп, бірақ мүмкін реті болмаған, мүмкін оғанда бір жақсы себеп бар шығар. Өйткені қазір әңгімеде бөлек болады. Сен де өзгеріп, өсіп бара жатсың, көрермен де, тыңдарман да, сондықтан мен өте қуаныштымын. Мен де. Қал қалай, жағдай қалай, немен айналысып жүрсің? Қал күшті, айналысып жүргенде сол топтың шаруалары бар. Өзім жеке айналысып жүрген заттарым бар. Қазір кішкене анимация жаққа бет бұрып жатырмын. Яғни өзім салып ештеңе істемеймін, әрине. Бірақ бір ойлар бар, іске асыру керек. Сол ойларды анимация жағынан іске асырып көруге тырысамыз. Ерболат аға бар, мен бар, тағы бір адамдар. Солармен бір кішігірім альтернатива бергіміз келеді. Комикс? Сол комикстарға. Яғни манганың, комикстің, манхваның альтернативасы қазақстандық пайым болады. Сол жақтан бастаймыз. Қазақша комикс. Ол пайым аты ма? Пайым жанр ма? Не ол? Пайым қалай айтса болады? Контенттің аты жалпы, продукттың аты пайым. Яғни сол жаңағы тот же самый комикс Японияда манга, тот же самый комикс неде Кореяда манхва, Америкада комикс, бізде ол пайым. Бұл термин? Термин. Түсіндім. Қызық. Күшті. Осыдан бірнеше жыл бұрын шоу-бизнес су астында еді. Мен қазір шамалы алыстаумын шоу-бизнестен. Түсіндіре кетші, айта кетші, сенің өзіңнің пікірің қазір қандай жағдайда, қандай халда? Қазіргі уақытта ол қалай десе болады. Өзгеру үстінде бөліну пайда болды. Бөліну бар, жақсы жағынан, дұрыс жағынан. Яғни, егер де бұрында бәрі араласып кеткен болса, жаңағы кім қайда, не қалай екен дұрыс білмеген болса адамдар, әртістерге де байланысты ол зат. Қазіргі уақытта ол түсініктірек болып бастады. Оған бір жағынан көмектескен ол карантин. Қалай көмектесті? Бәрі жабылып, бәрі жаңағы тоқтап қалған кезде әртістің негізгі атқаратын жаңағы рөлі, ісі, ол қоғамның айнасы болу, немесе жаңағы өткізу, шығармашылықты, бірдеңе қылып өткізу. Әртіс тоқтамайды, кризис болсын, құдай сақтасын, соғыс болсын, пандемия болсын, ол кезде әртіс тоқтамайды. Ол шығара береді, ол көрсете береді, ол білдіреді. Сол үшін де интернет
алаңда өзінің шығармашылығын тоқтатпаған адамдар ары қарай да жүре берді. Ал той тоқтап қалған кезде той артистері тоқтап қалды бірге. Ол нені білдіреді? Ол жаңағы интернет алаңға келген кезде ол адамдардың қаншалықты тенденциядан қалып жатқанын және қаншалықты ол той индустриясына адамдардың байланып қалғанын көрсетті. Ал жастар керісінше осы тенденцияға байланысты жүргендіктен олар бүкіл әлем сырттағы тоқтап қалса да, олар IT әлемінде өмір сүріп жүрді. Сол үшін бәрі кішігірім қазір тоқтап, кішкене бітіп жатқан кезде, сол кезде тоқтамаған әртістер қазір болашақ шоу-бизнестің өкілдері болады. Ал той, ол тойда қалу керек нәрсе болып, өзін орнын табады. Яғни бұл жерде ешқандай ешкімге қарсылық жоқ. Бұл жерде бір нақты нәрсе бар. Той ол сахна емес. Той ол шоу-бизнес емес. Сахна емес. Сахна емес. Той алаң, әртіс шыға алатын, алайда ол әртістің басты мақсаты болмау керек. Той томалақ, яғни адамның көңілін көтеру немесе тағы басқа. Ол кішкене басқа зат. Адам тамақ ішіп отырып, сен ән тыңдаған кезде, яғни ол сен шығармашылығыңа мән бермейді. Ол тамақ ішеді, тост айтады, сен көңіл көтересің, болды. Осымен бітеді. Шоу-бизнестің функциясы кішкене басқа. Тек қана көңіл көтеру емес, ол шығармашылықпен айналысатын адамдардың өзінің шығармашылығын көрсете алатын алаң. Бір сөзім айтқанда. Сол алаңда ол адамдардың әлемі жатады. Ол әлемде олар бастық, бір сөзім айтқанда. Керісінше емес. Сол үшін де бізде қазіргі уақытта жас балдар, жас жігіттер, қыздар өздерінің өнерлерін тоқтатпай ары қарай жалғастыру үстінде пандемияға, карантинге, ештеңеге қарамастан бұл нақты өнерге деген сүйіспеншіліктің белгісі, және бұл жерде ақша тағы басқа нәрсе жоқ. Алайда болашақта, алдағы уақытта бұның бәрі шоу-бизнеске айналады. Бұл заттың бәрі тоқтаған кезде, жастардың көбісі музыка тоқтап қалған кезде, сырт жақта олар интернеттен іздеді, интернеттен осы адамдарға тап болды, ол адамдардың жаңағы беделі өсе бастады. Сол үшін де шоу-бизнес пайда болып жатыр. Оған бізге карантин көмектесті. Мы с вами живем в 9-й в мире стране по площади. Казахстан действительно огромная страна, чем мы безусловно гордимся. Но в этом есть и свои недостатки. Например, чтобы добраться до каких-то городов, вам придется провести приличное количество времени за рулем или в поезде. По крайней мере, так было раньше. И, как вы поняли, я с хорошими новостями, потому что дочерняя компания национального перевозчика Air Astana Fly Astan домчит вас до нужного пункта не только быстро, профессионально и с комфортом, но и за рекордно низкие цены. Во флоте Fly Astan 9 воздушных судов Airbus A320, а последние 2 пополнили флот в марте 2021 года. Благодаря этому увеличению маршрутная сеть станет шире, а рейсов еще больше. А еще ловите лайфхак от меня, бывалого путешественника. Билеты стоит покупать в приложении Fly Astan. Это выгодно, удобно и очень часто вы получаете различные плюшки в виде скидок. Чего вы ждете? Устанавливайте приложение Fly Astan уже сейчас и планируйте путешествие без ущерба для семейного бюджета. Бірақ жаңа тойға келетін болсақ, той деген ол да бір жанр емес па? Музыканың бір жанры. Маған мысал үшін, маған шансон ұнамайды. Мүлдем, жек көрем. Шындығын айтайын. Бірақ ол да жанр, оны тыңдайтын адамдар өте көп, ондай концерттерге баратын адамдар көп. Олардың өздерінің премиялары болады, өздеріне жүлде береді. Мынау дегенде бізде де сондай емес па? Өйткені мысал үшін Республика сарайында көптеген той әншілері жиналатын бір концерт болса, әсіресе 8-ші наурыз, мынандай мейрам болсын, мынандай мейрамға арналған сондай концерт болса, билеттер жоқ, ала алмайсың. Өйткені үлкен кісілерге ұнайды, кейбір жастар тіпті ата-аналарына алып береді, ол жаққа барып, күліп, камераға, кәдімгідей көріп отырады. Ол несімен жаман? Ол жаман емес. Және той жанр емес. Той жанр емес. Той мәдениет. Ол біздің мәдениеттің бөлігі. Сол үшін де той бизнес, шоу бизнестің орнын алмау керек. Өйткені той бизнеспен сен әлемдік рынокқа, әлемдік алаңға шыға алмайсың.
өйткені ол Қазақстанның ішіндегі зат, Қазақстанның мәдениеті киелі нәрсе. Ол сахнада да жүре алады, ол өзінің премиясы болады, ол былайша айтқанда кантри бар, мысалы, шансон бар, тағы басқа бар, ол сол сияқты оны жұлып алып тастай алмайсың. Бірақ той, нақты тойдың өзі біздің мәдениетке жатады, бірақ тойдың музыкасы ол әрдайым өзгере береді. Яғни бұл жерде бізде оларда эволюция бар. Жоқ, ол рас. Сол ғой. Алдында тек Заттыбек, Асхат тарғындар одан кейін Азиялар шықты. Олар шамалы хип-хоп араластырып, той музыкасын. Маған мысалы Аргониан стилі ұнайды. Аргониан жазу стилі ұнайды. Бұл бір жаңашылдық. Мен үшін ол тойдың new school. Сен оны тойға жатқызасың ба? Аргониан. Заманауи музыкант емес. Заманауи той. Сол. Оның музыкасын қазақтар ғана түсіне алады. Тойдың бұл жердегі жаңағы басты айырмашылығы, ол музыканы тек қана осы аймақта тұратын адамдар ғана түсіне алады. Және олар ғана ол музыканы жаңағы пайдалана алады өмірінде. Тыңдап, айтып деген сияқты басқа. Ал поп-музыка, поп-индустрия ол бүкіл әлемдік кәдімгі рынок. Сол үшін де егер де жаңағы американдыққа немесе Кореядан тағы басқаға той музыкасын көрсететін болсаң, ол біріншіден біздің мәдениетті түсіну керек, ол біріншіден біздің жаңағы тарихымызды білу керек. Сол үшін олар жаңағы біздің мәдениетке, біздің идентификацияға жеңіл кіру үшін бұл жерде поп-индустрияның көпірі тұр, шоу-бизнес. Яғни сол мәдениетті оларға түсінікті тілде көрсету. Бірақ той әншілерінің, той индустрияның өкілдері, оларда әлемге шығуды армандайды деп ойламаймын. Оларда ондай мақсатта жоқ. Сол ғой. Сөздің шыны керек. Сол ғой. Бірақ олар ең бір біздің жалпы негізі қателік ең басында болған. Біз шығып тойға шықпаймыз деген кезде, олар бізді тойға қарсы деп ойлап қалғаны. Сондықтан да қолдаудың орнына көбінесе қарсылық болды бастапқыда. Ол жақта факторлар көп болды. Өте көп, бірақ қазіргі уақытта бәрі түсінген сияқты, яғни тойдың өзінің атқаратын рөлі бар, шоу-бизнестің өзінің атқаратын рөлі бар. Мысалы, бұның бәрі жалпы шоу-бизнес болып аталады, бірақ ол толыққанды емес. Өйткені бізде той бизнеске айналып кеткен бәрі. Алаң жоқ, инфраструктура жоқ, сол үшін бәрі тойдың ішінде. Яғни мен тіпті рэп оқысам да, мен той алаңына шығып оқу керекпін деген сияқты әңгіме болатын да бұрында. Біздің рэперлер шынымен де тойға шығып жүретін бұрында. 2013-12 жылдары кәдімгідей. Сол сияқты да оларға бөлек алаң болу керек. Тек қана жастар бұл жерде әжелер, аталар отырмайтын, яғни бәрі бүйтіп шайқалып, деп эмоциясын шығарып тастай алатын, өзінің жаңағы толқынында, өзінің жиілігінде болу керек перформанстар. Сол үшін де айырмашылық негізі қатты емес. Айырмашылық тек іштей сезілетін заттарда. Бірақ мен саған айтайын, шындыққа келетін болсақ, мен жұмыс істеп жүргенімде, Гакумен той думанда, көптеген той әншілерінің машиналарында болғанмын. Плейлисттерінде 91 болды. Кейбіреулері өздері тыңдайды, ұнайды, әрине жарияламайды былай маған ұнайды деп. Кейбіреулері кәдімгідей жынданатын еді, өйткені олардың балаларына ұнайды. Балалар талап қояды, осы машинада тыңдайшы деп. Оларға ұнамайды. Ондай да болған. Сондықтан сол енді. Мен жақында өзіме Pink Floyd'ты аштым. Енді аштың ба? Енді аштым. Бірақ сен жассың ғой, 25-тесің ба сен? 25-темін. 25-тесің. Pink Floyd'ты Досмұқасанға ұқсаттым. Досмұқасан сол жаңағы психоделика кездер ғой. Бетпақталаның несінде жалғастыра бергенде Pink Floyd'тан бәлкім асып түсірмеді деп ойлап қалдым. Pink Floyd'ты былай қояйық. Сен егіз лебізге қатысып жүрсің. Мен қаттан қалдым. Мен де. Өзімді бірінші эфирден көргенде қаттан қалдым дейсің ба? Мен шынымен шамалы түсінбей қалдым. Ол шешімді көрген себебім де менің негізі Алия болды. Алия Ануарбек, өйткені онымен сұхбат жасағанмын, және де күтіп отырдым, қалай болады деген, қандай өнер көрсетеді деген. Сөйтіп біліп қалдым сенің қатысқаныңды. Не істеп жүрсің ол жақта? Зерттеп жүрмін. Білмеймін, жаңа тәжірибе. Ұсыныс келді.
сосын кейін мен шыны керек қалай ол не ол мен білген жоқпын. Не болып жатыр жаңағы алдын ала зерттеген де жоқпын, қараған да жоқпын. Ерболат аға бүйтіп ауызбен түсіндіре салып, мен дедім де жарайды дедім. Одан кейін басталып кетті, бірақ өте қызық, андай қызық тәжірибе. Мен адамдармен танысқаныма қуаныштымын сол жерде. Ол жақта негатив сездің ба өзіңе қарай? Жоқ. Не мынау 91-ның поптың дәріптеушісі келді біздің арамызға деген. Ноль. Негатив мүлдем жоқ. Керісінше сыйластық, керісінше бәрі андай позитивта, бәрі керемет болды. Онда шынымен ситуация өзгерген сияқты, иә? Шынымен өзгерген сияқты, өзім де түсінбей қалдым. Кішкене бір жағынан айтып отырмын, андай кішігірім зерттеу шығар бәлкім. Өйткені осыдан 5 жыл бұрын ТВ-де болған кезде біз бәрі мүлдем басқаша болды. Қазір ТВ-де кішкене бәрі басқаша. Маған ол нәрсенің бәрін түсініп көріп жүру өзіме де маңызды. Қалай болып жатқанын іштей көзбен көрген, сезген. Шынымен де өзгерістер бар екен. Маған ол зат өте ұнап жатыр. Алайда кейбір нәрседен бәрібір кейбір адамдар андай кішкене қорқама білмеймін, бәрі баяу жүріп жатыр сонда да. Бірақ соның өзінде де мен мысалы Астананың Казмедиясын көрдім. Өте зәулім ғимарат. Былайша айтқанда, өте бәрі бар ішінде. Бәрі бар. Бірақ өте көп. Мүмкіндігі керемет. Бірақ бүйтіп Казмедияға қарайсың да дейсің. Сосын дейсің. Окей, сен салдыңнан сосын дейсің. Жоқ. Казмедияның мүмкіншілігіне қарап, одан шығатын сен өнімге қарасаң, шамалы сәйкес келмейді бір-біріне. Сәйкес келмейді. Бірақ та сол жаңағы айтқандай, егізлебіз өте андай өте қызық нәрсе. Қызық нәрсе. Ішінде әртүрлі адамдар, әртүрлі саладан, әртүрлі жерден. Сол үшін де мен түсіндім неге егізлебіз өте ауқымды адамдар санын өзіне қамтамасыз етіп алған. Өйткені бұл жерде әртүрлі адамдар, тым бір-біріне ұқсамайтын, бәрі бірге ән айтады. Өте қызық, сонысымен қызықтырды негізінде. Яғни бұл мен үшін де, олар үшін де жаңа нәрсе болу керек болды. Және жаңа нәрсе бола алды. Бір шығарылымда Толқын Забированың саған айтқан сынын естіп қалдым. Мен онымен келісем де. Оны айтқан саған, Дулат, енді сен 10 бағдарлама бойы осылай рэп айта бермейтін шығарсың. Оның айтып отырғаны енді бір ғана әдіс бар, бір ғана фишка бар. Ол фишканы көре берсек, жалығамыз. Өзің жалықпайсың ба, көрермен жалықпайсың ба деген сөз ғой. Тіпті саған мүмкін ән айта бастайтын шығарсың деп те намек тастап жатыр да. Сен өзің ол жаққа кіргенде ондай ой болған жоқ па? Мен қалайша осыншама апта бойы тек рэп оқып шығамын деп. Әрине рэперсің, оны түсінеміз. Бірақ ондай жобада вокалды жоба ғой негізі. Біз өнертасымыз, оп-оңай жол жаймиға сыйғыз. Бұл егізлейбіз, армандар сейміз. Біз кімнен кембіз, тегене бұл конспирация. Собирамен закеді тасыбатсы бұл. Бізде өсің болу табу. Әңгіме су, қимылдар бұл, кум-кум-фумның футына ғана ду-ду. Менің мұңым ұлтымның ұлыдай. Еду қашықтан. Жыл. Мен бада бозасыған. Мен жай бада бозбын. Мөлдір су бар достар. Менде мөлдір су. Мөлдір су бар достар. Кому надо поскорей. Мен өзімде сұрақ қойған болатын, бізде топта вокалистер бар ғой деп. Неге мен деп. Иә. Шыны керек әлі түсінген жоқпын. Неге сен? Неге мен екенімді. Жоқ, неге алда сен әрдайым? Неге жобаларға сен шығасың? Сұхбаттарды сен бересің жеке. Басқалар жеке сұхбат берген, көрген емес мысалы үшін. 31-ші арнаға барып. Ұсыныс түсті, мен қабылдай салдым. Бірақ мен сұрадым, неге деп. Сен қалай сұрадың? Неге мен дедің ба? Неге мен дедің ба? Жай, неге мен дедің? Сол, Толқын Забированың айтқанысымен енді бұл вокалдық жоба болғаннан кейін ғана түсіністікпен қараймын ол әңгімеге. Бірақ бұл жерде рэп фишка емес та, бұл жерде рэп менің барым да. Иә. Одан басқа мен дым істей алмаймын.
бірақ ол кісілер үшін де рэп тым оңай зат сияқты болып көрінуі мүмкін. Өйткені саған бұл жерде әртүрлі мелодикалық неше түрлі заттар істеп қажет емес, тек қана ритм ұстай алсаң болды, сол ритмнің ішінде ары бері қыдырып жүресің. Алайда олар сол мәтінді жазуға кеткен уақытпен мәтіннің структурасына ешқандай мән бермейді. Яғни сол ритмиканың ішінде мәтін құрастыру немесе мәтіннің ішіндегі әртүрлі фишкаларды қолдану, ол бөлек әңгіме. Бұл жерде менің жеткізгім келген зат жалпы негізі адамдарға да, сол тележобадағы әділқазыларға да мынандай да өнер бар деген әңгіме. Бұлай да істеуге болады деген сияқты зат. Өйткені мен кішкентай кезімде маған үлкендерден ешкім айтқан жоқ ондай затты. Шоу-бизнесте жүрген адамдар тем более айтқан жоқ ондай затты. Тек көшеде жүрген рэперлардан ғана еститінмін да. Солардан көріп алдым. Бұлай да болады екен. Бірақ ол зат мойындалмайтын ешқашан. Өйткені ол бөлек мәдениет, ол мәдениетті түсіне білу керек. Ол жаққа еніп кәдімгідей талай жыл оны түсіндіру керек та. Және ол кісінің бір айтқаны болатын дикция туралы. Сен дикцияны түсініксіз деп. Мен ол нәрсемен келісе алмаймын. Дикция жайында. Өйткені біздің тыңдармандар бізді түсінеді. Қалай түсінеді, неге түсінеді. Мәселе мен дикциямда емес. Сол үшін де менің ойымша былай, мен кішкентай кезімде қазақша рэпті бірінші рет естігенде мен түсінбейтінмін. Кімді естідің сен бірінші рет? Ең алғашқы болып мен Домалақты естігем. Ақтаулық MC, Домалақ деген жігіт. Одан кейін Жақау мен Шыңғыстың арасында биф болған. Мен Жақау мен Шыңғыстардың бифінен бастап тыңдадым. Ашқазақтың жігіттерін, одан кейін жалпы батыстың рэпіне кіріп кеттім. Маған батыстың рэперлері қаттырақ ұнайтын. Батыстында жүрдім, сөйтіп жүргенде Ашқазақтың бір батылы болған болатын. Үлкен батыл, жыл сайын болатын. Сол үлкен 8-ші батылда көптеген мықты емселер қатысты. 8 000-ға жуық адам қатысты, егерде мен шатыстырмасам. Қазақ тілді. Ол кезде кәдімгідей керемет болған ол заттың бәрі. Сол жерде бір 20 шақты емсейді мен өзіме ашқам. Қызылорданың рэперлары болды, батыстың рэперлері болды, біз жақтан болды, Өскемен, Семей жақтан. Сол жерде мен рэпханамен танысып, өзіме ашып, сосын Алматыға рэпхана үшін келген болатын. Жалпы ең басында қазақша рэп тыңдағанда маған түсініксіз болатын да, бірақ орысша түсінікті болатын, толыққан түсінетін. Тіпті Оксимиронның мәтіндері маған түсінікті болатын. Қиын әңгімелер айтқанның өзінде де, арасында тез оққанның өзінде де, ары бері кейбір ағылшынша сөздерді маған ұстап алу оңайырақ болатын. Ағылшын тіліндегі рэп. Қазақ тілді рэпті мен түсіне алмайтынмын ең басында. Бірақ маған ұнайтын оның қазақ тілде болғаны. Сол үшін де деп жүретін да, тыңдап жүре беретін. Уақыт өте келе мен түсініп бастадым. Құлағың үйренді, иә? Құлағым үйренді. Фонетикаға. Оның жанында жаңағы басқа әндерді тыңдап жүрдік қой қазақша, яғни мен сол кезде де жаңағы Орданы, Рингоны, тағы басқа жаңағы өзіме ұнайтын әндерді тыңдайтынмын. Олар түсінетін, бірақ рэп түсінбейтін. Сөйтсе мен құлағымда екен әңгіме. Уақыт өте келе құлағым үйренді, өзімде сөйтіп жазып бастадым. Толқын ханның құлағына алтын сырға десек. Мәтінді қабылдап та көру керек шығар бәлкім. Неге кішкентайлар түсінеді? Кішкентайлар жастар неге түсінеді? Оларға қабылдау оңай, оларда бүйтіп қалыптасып қалған жаңағы не жоқ, қағида жоқ. Сосын іштей қарсыластық жоқ. Қарсыластық жоқ, олар ашық. Бірден қабылдайды, түсінеді, кішкене тыңдайды, тағы түсінеді, сосын толыққан түсініп бастайды. Олар тіпті сөз ойындарын түсінеді. Үлкен кісілер кәдімгі сөз түсіне алмай жатыр, сөз ойыны былай тұрсын. Ал жастар тіпті сөз ойынына үйреніп алған. Сен бір жерде ойнамасаң да өздері ойнап жүреді. Сондай көптен. Сен альбомында өте көп. Дулат альбомында сөз ойыны өте көп. Нәтижесі сені қуантады ма альбомның? Ол альбомның жалпы негізгі мақсаты бұл индустрияда жүрген адамдарға, индустрияны істегісі келіп жүрген адамдарға, андырда жүрген адамдарға, яғни өнермен жалпы айналысатын адамдарға арналған альбом негізі. Яғни не қылса былай істеуге болады деген сияқты. Дулат, яғни
менің атым Дулат, Көпісте. Атыңды шығару үшін көпісте деген әңгіме. Яғни сол үшін де бұл кішігірім жел беру, рух көтеру, бұл жақта бәрі мүмкін деген сөз. Өйткені қандай болмасын, альбом өзінің жаңағы берерін беріп жатыр, қай жағынан болса да, тіпті финанс жағынан болсын. Өйткені ең бірінші адам тоқтататын сол өнермен айналысқан кезде. Бұнымен мен ақша таба алмаймын. Маған ақша табу үшін орысша айту керек. Ақша табу үшін тойға бару керек. Ақша табу үшін жоқ. Ол заман бәрі кетіп жатыр. Былай да істеуге болады. Көрсеткіштер қандай болды альбомның стриминг жағынан? Стрим жағын білмеймін. Маған мен өзім бүйтіп ВК-дан ғана қарай алдым. Иә. Көрсеткіштерімді. Жаман емес. 400 мыңға жуық па, жаңағы не дейді? Тыңдау. Толыққанды альбомда. Spotify-да бірдеңелері бар, мен ол жақты қатты қарап жүрген жоқпын. Тамаша. Әйтір есімде ұзақ iTunes-та ма, бірдеңеде, Apple Music-та ма, бірдеңеде әйтір біраз уақыт бірінші орында тұрды. Керемет. Қазақстандықта. Керемет. Альбом тізімінде? Альбом тізімінде. Тамаша. Жаңа орыс тілін айтып кеттің, сен айттың ғой жаңағына, егерде танымал болғың келсе, ақша тапқың келсе, орысша айту керек дейді. Ол басында біз Гакуды арнағанымызда, енді ашқанымызда көздегенімізде солай еді. Өйткені ол кезде біздің қазақстандық әншілер, орындаушылар, әртістер негізі олардың бәсекелестері Шакира, Бейонселар болды, One Direction'дар болды, ол кезде немесе ресейліктер болды. Бізде ойлағанбыз сол кезде, егерде біз шамалы 1-2 жылға жабылып, былай тек ішкі конкуренциямен жұмыс істейтін болсақ, қатты өсеміз деп ойлағанбыз. Солай болды ғой? Солай болды. Біз көздегенімізге жеттік енді, өйткені біздің ол кездегі арманымыз жастарымызда таңдау болса екен. Тек қана осындай ғана музыка емес, бірақ кәдімгідей жанрлар болсын, көптеген әншілер болсын, ол орындалды, Құдайға шүкір, ол керемет. Бірақ қазір байқап отырғаным менің орыс тілді музыканың, Қазақстанда шығатын орыс тілді музыканың жаңа бір екінші толқыны болып жатқан сияқты. Соған куәгер болып отырған сияқтымыз. Сен де оны сезесің ба? Иә, ол анық көрініп тұрған. Неге олай болып кетті? Бір кездері тек қазақша, тіпті орысша айтатын әншілер қазақша айтатын болып кетті. Себебі олардың да көздері жетті. Мынау тек тренд емес, мынау шынымен біздің, қалай айтсам екен, актуальный реальность дейді ғой. Өміріміз осындай енді, өміріміз Қазақстанда. Жастарға қазақша контент керек. Қазір болса, білмеймін, Ресейдің ықпалы ма, біздің әншілеріміздің Ресейге барып, ол жақта жұлдыз болып жатқаны ма, бүкіл СНГ-ға. Бізге де әсер етіп жатыр. Ол біздің мәдениет министрлігінің тікелей қателігі деп ойлаймын. Түсіндіре кет. Өйткені ол адамдар ең алдымен мәдениеттің дамуына ең бірінші болып қарау керек адамдар. Сол үшін олар жаңағы жастарға ең құрмағанда алаң құру керек. Ең құрмағанда монетизацияға мүмкіндік беру керек деп ойлаймын. Бізде Иманбек Грэмми алады, одан кейін барып оған ақша береді деген сияқты ғой. Бәрі керісінше. Бәрі керісінше. Бізде Димаш барып Қытайды ұтады, одан кейін оған көз түседі. Сол сияқты Скрипиде барады, жарып жібереді, одан кейін оны Павлодардың әкімшілігі сұрайды, кел деп. Әрине ол айтады, ең құрмағанда жол істеңдер, сосын барам деп. Өйткені сен не бердің оған дейтін әңгімеді, сен одан бірдеңе сұрайтындай. Ол барады да Қазақстан атын шығарады. Кішкене дұрыс емес, баланс жоқ бұл жерде. Сол үшін бұл жерде толыққанды индустрияның жоқ болған кесірі. Өйткені сіз сияқты адамдар, Ерболат аға сияқты адамдар барынша бірдеңе құрастыруға тырысады, өз күшімен, өз қолымен. Гакку сияқты канал пайда болады. Одан кейін ол жерде жаңа кішігірім бәсекелестік пайда болғасын, қазақ тілі кішігірім трендке айналып бастайды. 91 келеді, ол нәрсемен бірге жаңағы жасалып бастайды. Сол заттың бәрі қазақ тілі трендке айналып, қазақ тілінде музыканы істеуге болатынына көз жетіп, жастар ол нәрсені шынымен де істеп бастайды. Бірақ одан монетизация жоқ болғандықтан қайттан кетеді. Бұл ожидание реальность. Яғни ол заттан мен де өттім. Әлі өтіп келе жатырмын. Өйткені сен келесің,
ойлайсың мына жақта бәрі керемет, мен қазір былай істеп бастаймын, одан кейін бәрі күшті болып кетеді. Жоқ, олай емес. Өйткені саған Американың документалдық киноларын көрсетеді, қалай ол әртістер жұлдыз болғаны, қалай олар жетістікке жеткен, тағы басқа. Ресейліктерді көрсетеді, сен ойлайсың Қазақстанда да дәл солай шығар деп. Жоқ, мүлде олай емес. Монетизацияның жоқ болғанның кесірінен сол адамдар орысша айтады, не тойға кетеді. Жоқ, бір қызығы бізде танымал болу аса қиын емес. Танымал бола аласың, бірақ ақша табу өте қиын шоу-бизнесте. Яғни ол ақшаны еще тек қана өнермен табу почти мүмкін емес. Болып табылған деп ойлаймын, өйткені алдағы уақытта ол зат өзгереді, міндетті түрде өзгереді. Ең бірінші этап, одан біз өтіп кеттік. Яғни қазақ тілінде музыка істеуге болады деген этаптан біз өттік. Оған шүкір. Өйткені оған дейін ол да болмаған. Яғни қазақ тілінде бірдеңе істеуге бола ма деген сұрақ болған тек қана. Қазірдің өзінде тіпті скриппи жаңағы мистер 718 трегінде скпит деген сөзді қолданған үшін мен мәзбін, мысалы. Масло черного тминада аяз деген трегі бар. Сол сияқты Трувер өзінің альбомында кәдімгідей қазақи әңгімелер қозғайды, қазақша сленг қозғайды. Олар кислобоналар болсын, олар баратта жаңағы арасында қазақша сөздер тыққыштайды. Яғни Ресейдің өзінде қазір кішігірім қазақтың мәдениеті кіріп жатыр да, қандай болмасын, әйтеуір кіріп жатыр. Бұл басы ең андай база формасында кіріп жатыр. Боқтықпен болсын, тағы басқа сленгпен болсын, бірақ кіріп жатыр. Бұл бірінші этап. Олар қазақтарды басқаша қабылдай бастады бүкіл СНГ. Яғни қазір қазақ болу ол модны. Сенің досың қазақ болу керек, кем дегенде бір досың қазақ болу керек. Сондай әңгіме ол жақта. Бұның бәрі бірінші этап тек қана. Алдағы уақытта бұл зат іште бізде түсінетін болса, неге мен жаңа мәдениет министрлігіне бұл жағынан жаңағы қалай десе болады, датым бар. Олар көз салмайынша бұл зат жүрмейді. Олар шынымен де бүйтіп қолын тигізіп көмектеспейінше бұл зат ешқашан жүрмейді. Бұл тоқтайды. Кез келген нәрсені тоқтайтын жаңағы несі бар, нүктесі бар. Біз қазір сондай нүктедеміз. Яғни осы алдағы бір 2-3 жылдың ішінде, 5 жылдың ішінде біз осы қарқында жалғастырып жүре берсек, бізге сол сияқты үлкен адамдар көмегін тигізетін болса, онда бұл зат керемет дамып кетеді. Өйткені ол адамдардың көмегінсіз СНГ-де, әлемде, Қытайда, тағы басқа жерде, Америкада, СНГ-де, Қытайда қазақтың аты шығып тұр. Ол жерде өзінің почвасы бар, былайша айтқанда, келіп тұра алатын. Яғни олар үшін көп жұмысты уже істеп тастады адамдар негізі. Енді оларға тек қана қолдау көрсету керек. Егер де ол қолдау болмаса, онда мына стелініп қойған почваның бәрінің просто смысл жоқ. Өйткені в итоге мына жерден адам ақша таба алмағасын, ол по-любому андай кетеді, и сол жақтікі болды. Обороттың бәрі сол жақта қалады, бәрі сол жақта болады. Жалпы бір сөзбен айтқанда, мәдениеттің бәрі сол жақта жүреді. Біздің интеллигенцияның бәрі шетелде болады. Мен мәдениет министрлігінің компетенциясы жетеді деп ойлайсың ба? Осындай нәрсені жеткізуге, істеуге негізі? Менің ойымша, ол жерде таяз адамдар отырған жоқ. Ондай жерге, беделге жету үшін сен кем дегенде ойлау қабілетін өте андай ауқымды. Бірақ мәдениет министрлігінің мақсаттары бөлек қой. Оның мақсаты жаңа таланттарды табу емес, оларды шетелге шығарып танымал ету емес, тіпті мемлекеттің имиджі де емес. Олардың істеп отырғандары басты мақсаты ол, қалай түсіндірсем, биліктің олардың алдында қоятын мақсаттарын орындау. Мысалы үшін, патриотизм дейді ма, қазақ хандығы дейді ма, рухани жаңғыру дейді ма, қандай бір программа болса, тек сол программаны жеткізу. Рухани жаңғыру керемет программа. Жоқ, негізі тамаша программа. Өтіп кеткен. Бірақ ол нәтижесін көріп отырмыз ғой. Мәселе мынада, оларға таланттарды іздеп, ештеңе істеп керек емес. Онымен айналысатын басқа адамдар бар. Онымен айналысатын сіздер бар. Продюсерлер бар, тағы басқа адамдар бар.
ең үлкен проблема бізде дәл сол продюсерлерге, дәл сол жаңағы сондай үлкен істермен айналысып жүрген адамдарға жаңағы сол таланттарды іздеу, оларды құрастыру, бірдеңе шығару, концепция ары бер оларға көбінесе жаңағы Қазақстаннан асуға немесе Қазақстан ішінде бір үлкен ауқымды зат істеуге қаражат жетпейді. Тек қана қаражат жетпейді. Ал дәл сол кей-попқа қарайтын болсақ, кей-поптың пайда болу себебі ол Hallyu Wave деген мәдениет министрлігінің программасы. Сол себептен кей-поп пайда болады да бүкіл әлемді аралап өтеді, және Корей мәдениеті қазір бүкіл әлемде. Мен ойымша олар ол нәрсені түсінуге тиіс, өйткені шынымен де олар мәдениетті сақтап қалғысы келсе, таратқысы келсе, олар уже сол затты істеп жатқан адамдарға қарауы тиіс. Білесің ғой, дамыған елдерде мәдениет министрліктері жоқ. Ол жақта ондай тіпті департамент жоқ. Билік мемлекеттің астында жұмыс істейтін. Әйтеуір сол нәрсені билік істегенін білемін. Ол уже нақты инфо, то есть Корея бөлек әңгіме. Корея өткені негізі өте иерархиясы бар, сондай не ғой? Бізге ұқсайды негізі олар. Ұқсайды. Бірақ олар ерте Америкаға еліктеп кетті. Мәдениет жағынан да, шоу-бизнес жағынан да, экономика жағынан да. Мақұл, Корея былай тұрсын. Бірақ қаржыға келетін болсақ, өзің, сенің табысың саған жетеді ма қазір әнші ретінде, орындаушы, артист, медиа тұлға ретінде? Мен табысым маған өмір сүруге жетеді. Тіпті жинауға да тырысып жүрмін. О, керемет. Бірақ мен білем, жалпы мен айналамдағы адамдар, мен бұдан әлде қайда көп затқа ие бола алатыныма. Сол сияқты мүлдем ештеңе таппай жүрген адамдар, олар да негізі өте көп нәрсеге лайықты екен. Ол факт нәрсе, өйткені дәл сол мына тұрған Ресейдің өзінде олай емес. Бізде авторлық құқықтың өзі жоқ. Бізде авторлық құқықты қорғайтын ұжымдар бір-бірлерімен арпаласып, бір-бірімен соттасып жүр ғой. Біртүрлі әншілерді авторларды қорғау деген жоқ оларда. Сол үшін Ресейде болсын, Америкада, Кореяда, тағы басқа жерде авторлар авторлық құқықпен өздерін өмір бақиға негіз қамтамасыз етсейді, сол үшін олар басын қатырмайды ол затқа. Мен автор ретінде ол нәрсені түсінем, менің әндерім не тұратынын білем, бірақ жүйенің дұрыс жұмыс істемегендігінен мен өзіме тиісті нәрсені алмай жүргенімді. Сол үшін әрине жоғарыдағыларға айтасың ол нәрсені, өйткені ол затты басқа ешкім шеше алмайды, ондай заттарды. Сол себептен біздің әртістердің көбі қиналады. Байқасаңыз, көп деген жаңағы жарып кеткен адамдар өздері өнермен айналысатын адамдар, яғни жай ғана орындаушылар емес. Орындаушы болса да керемет талантты орындаушы болады. Не болмаса өзінің шығармашылығымен бір жерден жарып шығады. Яғни бізде керемет авторлар да бар, керемет орындаушылар да бар. Солардың бәрін біз ұстай алмай отырмыз. Ол үлкен проблема негізінде. Ол қатты үлкен проблема. Және бұл әрине солардың проблемасы негізінде. Сенде ондай ой туындады ма? Көшейін, басқа елге барып көрейін, Ресейге барайын? 10-11 оқып жүрген кезде мен кететініме сеніп жүргем. Қайда? Бәрібір болды маған. Корея деп таңдап қойған сияқтымын 11-ші сыныпта. Сол себептен мен Инязға корей тіліне түстім. Не себептен? Өйткені олар азиаттар, мен корей тілін үйреніп, сол жақта сол нәрсемен айналсам деп ойлағам. Өйткені түрім азиат болғасын келетін шығар деп. Сондай бір кішігірім максималистік ойым болып жүрген. Шынымен де сол нәрсемен мен осындай келіп. Жоқ, ойың жаны бар негізі. Тіл үйренуге тырысып көрдім. Иняздан? Инязда. Альма-матеріміз бір екен. Бірақ мен бітірдім, сен бітірген жоқсың. Бітірмедім. Бірінші курстан кейін кетіп қалдым. Өйткені өмірімде бірінші рет кастингқа рэпер керек деген нәрсені естідім. Әйтпесе ондай зат болмаушы еді. Сол. Түсіндім. Қашан жаңа айтып кеттің, тіпті ақша үнемдеп сақтауға да қазір мүмкіндік бар деп. Қашан бастадың ол практиканы?
Өйткені менің айта кетейін байқауымша әншілер, жас әншілер, әсіресе танымал болатын әншілер барлығын жұмсап тастайды. Тіпті сендер туралы да мен естіген бір жақын сендермен араласатын бір адамдар айтатын, жігіттер алатын ақшаларын барлығын бірден жұмсайды, көбінесе киімге жұмсайды деп. Барлығын емес, киінуді де жақсы көреміз, бірақ шли бәрін жіберіп салмаймыз оған. Өзім жинау практикасын қашан бастадым? 19-шы жыл ғой деймін. Сол кездері бастағам. Жинаған жақсы екен. Жинаған өте жақсы. Егер де дұрыс бөле алсаң, негізі бәріне жетеді. Яғни өзіңе де жетеді, бір жақсылық істеуге де жетеді, қыдыруыңа да жетеді, сақтауға да жетеді. Бәріне жетеді кез келген ақша. Бұл міндетті түрде үлкен ақша болуы тиісті емес. 1000 теңгенің өзін сөйтіп бөліп тастауға болады деп сенемін негізі. Өйткені ол негізі принцип қой. Принцип бойынша бөлесің, болды. Адам соған үйреніп қалады екен, одан кейін оның бәрі жақсы норма болып кетеді. Яғни мен сөйтіп өмір сүре тұра өзіме ештеңеден бас тартып жүрген жоқпын. Яғни бірдеңеден тиылып, бірдеңені ысырып деген сияқты ондай зат жоқ. Керісінше сәтпен өмір сүрем. Сәтте ләззат алып үйренем, үлгерем. Сәттен ләззат алып үлгерем. Сол үшін де соның өзінде бәрі жаман емес. Тамаша. Халқымыз соны түсінсе деген ой ғой менде. Өйткені біз үйреніп қалғанбыз ғой. Барлық ақшаны бірден құртамыз. Қонақ келсе, қонақ жаймыз, барлығын бірден жұмсай саламыз бір дастарханға. Сосын кейін қарызға алып, кредит алып отырамыз. Ол өте энергетика тұрғысынан ауыр нәрсе. Негізі нашар практика. Жақсы, өте қуаныштымын. Сенде бұндай емес, басқа практикам бар екен. Q-попқа келетін болсақ, Q-поп деген қозғалыс тоқтап қалды ма? Q-поп деген қозғалыс негізі тоқталған жоқ. Мен ойымша біз жай ғана ол қозғалысқа ат бердік. Ол қозғалыс бізге дейін де болды. Мен үшін Досмұқасан Q-поп. Қой, онымен келіспеймін. Досмұқасан Q-поп емес. Мен үшін Досмұқасан Q-поп. Досмұқасан Pink Floyd. Психоделика рок. Психоделикалық рок. Бірақ, яғни бір сөзбен айтқанда, әлемдік деңгейде конкуренцияға түсе алатын музыкалық контент мен үшін Q-поп. Қазақ тілінде болса. Қазір кім Q-попта? 91, DNA? 91, DNA, ИК мен үшін Q-поп. Мен үшін өзеннің жаңағы әртістері Q-поп. Дютонды гитар бар, мысалы. Мен үшін ол Q-поп. Неліктен ол Q-поп? Өйткені қазақ тілінде қазіргі заманға сай музыка. Онда бейбіт қорған неге Q-поп емес? Қазақ тілінде, бірақ та нақты заманауи деп айта алмаймын. Бірақ ол тырысады ғой негізі. Оның көзқарасы сондай, заманауи музыка осындай деп ойлайды. Тырысады, сондай деп ойлайды. Ол нәрсе жалпы, ол нәрсені біз анықтамаймыз ғой. Мен айта алмаймын нақты, менікі заманауи деп. Наныкі заманауи емес деп. Ол затты анықтайтын тыңдармандар. Және ішкі жаңағы сол рейтинг. Яғни ол зат одан сайын түсінікті болу үшін, одан сайын жаңағы анық көріну үшін жаңағыдай алаңдар керек негізі. Тот же самый Гакку сияқты. Туф, айтпашы сол. Жүрегіме қатты тиеді, фестивалдің болмаған. Вот біздің iTunes, Apple Music, Кореяда Melon, Яндекс музыка, Spotify, тағы басқа. Оның бәрі не үшін қажет? Оның бәрі осы заттың бәрін жүргізетін құрал. Бізде неге жүрмейді, өйткені жоқ ондай зат. Егер сондай зат пайда болатын болса, біз нақты көре алатын едік, кімде қанша тыңдарман, кім нақты осы заманда ұрып тұр, көпшіліктің жүрегіне тиіп тұр деген сияқты. Және тек қана елдің ішінде емес. Сол затты мониторить ету арқылы біз түсінетін едік. Мынау қазіргі замандағы музыкалық индустрияда конкуренцияға түсе алатын контент деп. Сол. Негізі сол анықталу керек зат. Мен алдыңғы толқынды айтып отырмын да, о басында Q-поп деп.
айтқаннан кейін кей-поп бағыты басталғаннан кейін қаншама топ пайда болды, қаншама әншілер пайда болды. Қазір олар да қойды. Өкінішке қарай. Идеяны түсінген жоқ көбісі. Идеяны түсінбей, сосын табыс болған жоқ қой. Кейбір топтар 2 жыл жұмыс істеп, 1-2 рет қана гонорарға шыққан болса, концерттерге болды. Одан артық ақша көрмеді. Біз дәл солай жүрдік. Бізде бастапқы 3 жыл негізі ақша тапқан жоқпыз. Бастапқы 3 жыл бізде рухани да, энергетика тұрғысынан да, финанс тұрғысынан да шығын ғана болды. Сол 3 жылдан кейін біз негізі 2019-да енді ғана шынымен де ақша тауып бастаған кезде 2020-да карантин болды. Сол үшін соның өзі негізі біраз нәрсеге жетті. Бірақ бізде идея болды. Өйткені адам ақша үшін жұмыс істемеу керек. Адам ақша үшін өмір сүрмеу керек негізі. Бізде өмір сүрудің миссиясы, білмеймін, мақсаты кішкене одан қарағанда үлкенірек қой. Ақша тек қана сенің сол мақсатыңа жеткізетін құрал. Былайша айтқанда, ол құрал ретінде пайдаланып үйрену керек та. Ол бар, жоқ, ол сенің көңіл күйіңді құрастырмау керек. Бар болса бар, жоқ болса жоқ. Жоқ болса бар болады деген сияқты ғой. Өте жеңіл нәрсе негізі. Біз өзімізге ауырлатып алғанбыз. Ақшаның түсінігін миымызда, санамызда біз қатты ауырлатып алғанбыз өзімізге. Қатты тәуелденіп қалғанбыз кейбір жүйелерге, білмеймін, сондай заттарға. Өзің айтқандай, сен интернеттен, телеарналардан көргенде, жұлдыздарға қарағанда, ол солай көрінеді. Өте танымал, ақшасы көп, баратын жеріне барады деген түсінік қой. Шетелде жүреді, контракттары бар, сумкалары қымбат, Баленсияға киеді. Бізде де солай, бірақ той арқылы болды. Той арқылы болды, рас. Жай ғана бізде идея керісінше сол нәрсені алып келу болды да, яғни тойға бармай-ақ адамдар ақша тапса екен деген сияқты, өнермен айналыса отырып. Жай ғана ақша емес, жалпы кей-поптың негізгі алып келетін заты өте көп та, яғни қазақ тілін трендке айналдыру, идентификация болу, жастарды өзіне қарату, әртүрлі психологиялық проблемалармен жаңағы арпалысу деген сияқты, жастармен жұмыс, былайша айтқанда. Негізгі идея сода болатын. Сол үшін де әндер де сондай идеямен жазылғандықтан, ол сол жастардың жүрегінен орын алды деп ойлаймын. Ал басқа әншілер өздерін кей-поп деп атағанымен, олар кей-попты тек қана шаш пен сырғадан көрді. Басқа жерде кей-поп болған жоқ негізі. Өйткені ал келіп атқан, айтқысы келіп жатқан әңгімесінің бәрі түсініксіз болды. Не үшін істеп жүргенін өздері аяғына дейін түсінбеді. Жас болды, біз де жас болдық, бірақ бізде ұстаз болды. Сендерден кейін шыққан топтардың, әншілердің арасында кім нағыз кей-поп болды? Біреуін де атай алмай отырсың. Madman бәлкім. Madman. Неге? Өйткені ол жігіттерде ақша тапқан жоқ, ол жігіттерде де сондай қиындықтар болып, олар ақшаларын басқаша тапты. Олар ақшаларын басқаша тапты, хореография арқылы, тағы басқа. Бірақ оларда идея болды. Олар не үшін бұл зат істеп жүрген түсінді. Әрине оларда енді контент жағынан, тағы басқа жағынан біздегі сияқты қолдау болған жоқ. Ерболат ағаның қолдауы сияқты, оларда қолдау болған жоқ тек қана. Ал жалпы өзі жігіттердің түсінігі толыққанды жетіп тұрды бұл нәрсеге. Тек алып кететін жандарында адам болмай қалды ма, білмеймін, әлде жетпей қалды ма бірдеңе. Бірақ маған олардың жалпы идеяны түсінгендер ұнайтын. Зируза кей-поп емес. Білмеймін. Негізінде ол кей-поп, бірақ ол өзін кей-поп деп атамайды ғой. Неге? Мен кей-поп емеспін деп айтты бір жерде. Дәл сол Гаккудің интервьюінде ғой деймін. Жалпы мен үшін қазіргі уақытта сол... Жоқ, тоқтат. Ирина Қайратовна да өздерін мен кей-поппын деп айтпайды. Бірақ сен оларды кей-поп деп санайсың. Контентке қарап. Зируза кей-поп емес. Түсіндіре кетейін. ИК өздерінің контенттерін өздері шығарады.
Өздері автор. Өздері автор. Сол үшін ол олардан шыққан зат. Зируза өз контентін толыққанды өзі жазбайды, яғни оған көмектеседі. Сол үшін де ол өзін Q-pop емеспін деп атаса, ол яғни бұл концепцияны бәлкім түсініп тұрған жоқ шығар деп ойлаймын. Сен ренжідің ба? Жоқ, әрине. Оған ренжитін несі бар. Музыканың бәрі Q-pop. Қазақ тілінде болса, мен үшін бәрі Q-pop. Ал Q-pop'тың идеясын тасушы ретінде бәрін айтуға келмейді. Қалай ойлайсың, тағы жақын арада сол алдындағыдай бір 10-15 шақты топтың шығуы мүмкін бе Q-pop жанрында? Қазір осы пандемия кезеңінен, дәуірінен кейін. Әлде қатты өзгеріп кеттік па? Пандемия дәуірінен кейін менің ойымша бәрі өте күшті болады шоу-бизнес жағынан. Яғни Q-popқа да келетін болсақ, меніңше болатын сияқты. Топтар ғана емес, сол әншілер де, хип-хоп та жаңадан. Мысалы, маған қазір Диди деген жігітті білесіз ба? Білем, Райм мен Артурмен жұмыс істейтін. Ол жігіттер негізі сол Жақау бәрі бірге кезінде бастап істеп жүрген болатын. Қазіргі уақытта олар қайттан жұмыс істеп жатыр. Жақау бар, Аль-Насыр бар. Аль-Насырды білесіз ба? Альбом күшті. Адам деген альбом шыққан жақында. Жақау, Аль-Насыр, Әсет Маста, кім бар? Тарлан, Оңбаған. Бәрі қайттан бірігіп тректер істеп жатыр. Ішінде Райм да бар. Райм қайырмаларды айтады көбінесе. Сондай заттар болып жатыр да. Мына жақтан Ашқазақтың жігіттері бірдеңе жазып жатыр. Дулат, бірақ ол хип-хоп, ол таза хип-хоп. Ол мәселе тек қана ода емес. Бұл хип-хоп, бірақ бұл қазақ тілінде хип-хоп. Мәтін жазудың стилистикасын беретін жігіттер осы жақта. Ертең болашақта хип-хопта. Яғни ақындарға хабарласпайды бұл Q-pop артистер. Олар рэперларға хабарласады. Сол үшін бұл нәрсе қазір, яғни оянып жатқаны мені өте қатты қуантады. Қайттан бүйтіп өздерін алып, оның жанында жастар бар тағы әртүрлі неше түрлі, олар да бүйтіп оянып жатыр, бірдеңе істеп жатыр. Ал біз жаққа келетін болсақ, поп-индустрияға келетін болсақ, біз бар, жалғастыра береміз. Бізден бөлек DNA бар, одан кейін біздің стажерлар бар, ол тек қана біздің компанияда. Одан бөлек тағы да басқа осы затпен айналысқысы келетін адамдар бар негізінде. Олар тек қана уақыт күтіп жүрген сияқты. Өйткені қазіргі уақытта шығасың, не істейсің деген сияқты ғой, өзің алдынан бері айналысып жүрмегесін. Бірақ пандемия бітіп, ертең алаңдар ашылған кезде, меніңше өте үлкен қозғалыс пайда болады. Өте үлкен күшті нәрсе болады. Аузың амай. Бұйырса. Солай болсын. Жақсы. Шоу-бизнестің тарихына қарайтын болсақ, негізі бір өте танымал топтардың бір мүшесі кеткеннен кейін ретроспективада қарасаң, сол бір топтың соңының бір бастамасы сияқты, басталу сияқты болып көрінеді. Мысалы, өте көп. Beatles бар, Boyz II Men, NSYNC, One Direction, өте көп. Сендерде ондай қорқыныш болған жоқ па? Болды. Қалай онымен жұмыс істедіңдер? Өздеріңді қалай, білмеймін, тынышталдырып бір. Басында қиын болды. Басында қиын болды. Өйткені біз ұзақ өзара ол нәрсені талқылап жүрдік. Сендер бір талай уақыт білдіңдер оған келе жатқан ондай шешімге, Біраз жүрдік, талқыладық. Ақыр аяғы сол шешімге келгенде біз бірден ол нәрсені жариялаған жоқпыз ғой. Бірінші шешіп алдық. Одан кейін жазып жатқан әндеріміздің бәрін тоқтаттық. Концепцияны қайтып ойланып бастадық. Әндерді өзгертіп бастадық. Содан кейін ғана жарияладық. Сол кезде жарияладық. Ресми түрде жариялағаннан кейін ғана біз сездік. Осылай екен ғой деп. Сол кезде ауыр болып кетті шынымен де. Бәрі андай бір мұңын өздерінің бәрін сол ауыр энергетикасын бері жерді. Ол затты көтеру кішкене қиындау болды. Сосын балдармен де өзара көп сөйлестік. Осылай болу керек. Енді ары қарай қозғалу керек. Сенім жоғалмау керек деп. Ең бастысы біз қайда бара жатқанымызды білсек
болды. Сол болу керек болды да, өйткені бізге адасуға болмайды. Қазір егерде біз жолдан тайып кететін болсақ, онда бүкіл істеген заттың бәрі зая болады. Сол үшін біз қайттан есімізге түсірдік. Бұның бәрін не үшін істеп жатырмыз, неге бұндай жағдай болды, тағы басқа деген сияқты. Ең бастысы адам шынайы болу керек, өзін алдамау керек, ешкімді алдамау керек. Сол үшін біз де шынайы болып қалдық, ол да шынайы болып қалды. Сол үшін әркім өзінің шындығында, және реніш жоқ, ең бастысы. Енді адамбыз ғой, өзіңге айтып отырсың. Неге бір адамша бір қоштасу, бір білмеймін, видео түсіріп па, отырып әңгімелесіп, ана тіпті юфрейм жабылғанда олар барлығы кездесіп бір видео түсіріп, еске түсіріп, керемет бір сәттерді сөйтіп шығарып салды, қоштасты. Неге олай істемедіңдер? Бұл мүмкін ғой, оп-оңай нәрсе. Мен тыңдармандарын, фанаттарымды ойлаймын да, олардың жүректері жарылды, және олар бір қарапайым сондай бір нәрсені де алған жоқ. Біз негізінде директі фильм түсіріп саламыз. Аяғына дейін түсіріп садық па, әлі білмеймін. Бірақ ол жерде біздің де сұхбат бар, Ерболат ағаның да сұхбаты бар, біздің дегенде бесеуміздің. Сол оқиға жайында, жалпы сол нәрсе бәрі жайында. Ол зат неге қазір шықпай қалды, мен білмеймін. Бәлкім ол шығатын да шығар, монтаждалып жатқан шығар. Қалай істелініп жатыр, мен оның бәрін нақты білмеймін, бірақ біз негізі жауап бергенбіз. Бірақ жауап әлі шықпады. Қап, ондай нәрселерді уақытылы шығару керек қой. Бізде сонымен негізі проблема. Қазақпыз ғой, уақытты қатты сыйлаймыз, алды өткізіп жүреміз. Жоқ, келесі сұрағым да сол, коммуникация жағынан әлсіздеусіздер. Мықты, үлкен, алда тұрған бір үлкен ұжымсыздар. Бірақ соның өзінде кейде таңғалам, бір нелерге, парақшаларға кірсем, аккаунттарыңа кірсем, ана жақта өліп жатыр, өтініп, жауап беріңдерші деп, осындай нәрсе болып жатыр. Сіздерден ресми бір түсініктеме болсыншы деп, бір ауыз сөз айта салыңдаршы дегенде жауап бермейсіңдер. Неге олай? Әртістер жағынан айтатын болсам, біз әртіс ретінде ондай заттарды міндетті түрде әкімшілікпен талқылау керекпіз. Өйткені ондай сияқты заттарда бізге жауап беру кезінде абай болу керек. Бірдеңені ауыр айтып жүруге болмайды, өйткені біреу қабылдап қалуы мүмкін, яғни тыңдармандарға байланысты. Адастырып жүруге болмайды, тағы басқа деген сияқты. Сол үшін негізі біз әкімшілікпен талқыладық та, 3 күн кішкене үнсіз бола тұрайық дедік. Біріншіден, бірінші күні біздің өзімізге ауыр болып кетті. Шыны керек, бәрі бүйтіп үйіліп кеткен кезде біз түсінбей қалдық кәдімгідей. Не дейміз, қалай, не болып кетті деп. Біздің өзімізге қолдау керек болып қалды сол жерде. Өзімізге біреу бірдеңе айту керек болды да, жігіттер бәрі нормально. Ондай адам болған жоқ, Ерболат ағаның өзі былай отырды. Бәріміз андай бір тәнтіректеп қалдық негізі. Екінші күн дәл солай болды. Үшінші күн уже более-менее кішкене есімізді жидық. Содан кейін инстаға әрқайсымыз шығып уже сөйлеп бастадық. Осылай бұл адамның өзін қабылдаған шешімі деп. Негізінде солай болды. Біз дайын болғандай болдық негізі. Бәріміз бірге сол шешімді қабылдағандай, азан өзі де бәлкім күтпей қалған шығар. Сондай эмоционалды шквал болатынды жан жақтан. Бірақ фактпен бүйтіп келген кезде, өзің басынан өткен кезде, сен шынымен де қалай бүйтіп реакция беретінді білмейді екенсің. Бір жерге зданияға кіргенде, землетрясение болғанда мына есіктен шығасың, бүйтесің, сөйтесің деп бәрін түсіндіреді ғой. Бірақ землетрясение болған кезде адамдар паникада не істеп жатқанын өздері түсінбей қалады. Сол сияқты да бізге бәрі түсінікті болды. Қазір былай болады, одан кейін былай болады деп вроде дайын болдық бәріміз. Фактпен келген кезде бәріміз шашылып қалдық. Қазір жарты жылдай уақыт өтті ғой, біраз болды. Жарты жылдан көп өткен сияқты. 7 ай
айдан 7-8 ай өтті. 7 ай ма сондай. 1-2 жыл өткен сияқты. Өзіңді кәрі сезінесің ба? Ұзақ болып кеткен сияқты сол нәрсе. Баяғыдағы болған сияқты. Иә, шынымен де солай. Өмір сондай болып кетті қазір. Иә. Сенде, білмеймін, шығармашылық жағынан енді жалғыз өзің қалдың рэпер ретінде. Бұрында азғантай болса да бәсекелестік Эйзимен. Әрине бір топтасыңдар, бірақ 3 вокалист бір-бірлерімен бәсекелеседі. 2 рэперде сөйтеді. Ол форматтың да ережесі сондай. Алға шығу керексің, сені есту керек, сенің панчың мықтырақ болу керек. Қазір ондай адам жоқ. Кері әсерін тигізеді деп ойламайсың ба? Тоқтап қалам деп ойламайсың ба? Негізі кімге қарап өсесің сен? Менің мәселем сол болған Гаккуде. Бәсекелес жоқ. Кіммен? Мына жақта тұрған мына арналар не бөлек форматта, не артта. Бәсекелес жоқ. Сен соны сезесің ба? 91-да проблемасы сол болған біраз уақыт. Әлі күнге дейін сол 91 проблемасы. Сендерде бәсекелес жоқ. Жанрдың да проблемасы сол. Бәсекелес жоқ. Сол. Көптеген біздің негізі шығармашыл адамдардың проблемасы сода. Значит, мы все крутые, да? Но не значит. Андай да. Рэп жағынан ондай бір қатты не жоқ. Нақты бүйтіп шығармашылыққа келетін болсақ, ондай қатты бір қобалжу жоқ о жағынан. Өйткені мен өзім үшін бәсекелестер жетеді, көп. Еще есть куда расти, очень далеко. Бірақ атмосфера жағынан, кішкене өзімді арасында болады жалғыз сезім қалатын кездер, яғни студияда. Өйткені мәтінді енді жалғыз отырам ғой жазып. Бірге бүйтіп отырып, деп күліп отыратын, жыртылып отыратын, тағы бірдеңе талқылап отыратын. Мына қараш, мынау былай болса дейтін адам жоқ. Ол рас. Бірақ ол нәрсенің өзі де енді уақыт өте келе үйреншікті болып кетеді екен. Өйткені өзім альбомды толыққанды сөйтіп отырып жаздым өзім. 91-ның соңғы альбомын солай отырып жаздым. Болашақта шығатын 91 әндерін сөйтіп отырып жазып жүрмін. Үйреніп кетеді екенсің. Грустно. Дей салайын. Белсенділік жағынан қазір қалай болып жатыр? Қаралым жағынан фанаттардың белсенділігі. Белсенділік түсіп кетті. Бұл менің ойымша, білмеймін, бәлкім бұл жаңа сандар ма, бәлкім бұл, білмеймін, кез келген нәрсе болуы мүмкін. Мен андай адамын, бірдеңе болса өзімнен іздеуге үйренген. Әлі өзімнен іздеп жүрмін. Неге белсенділік түсіп кетті деп. Бірақ бұл бір жағынан білмеймін, бір күшті сезім береді. Опять-таки, есть куда расти деген. Бір обнуление болған сияқты. Фук, түсіп қалдың да, и қайттан кету керек та жоғарға. Сол үшін қазіргі уақытта андай бір жағынан сол пандемия кезінде ғой да, вроде. Именно TikTok шығып, бәрін жарып, бычыт болып кеткен. Как раз адамдар үйде отырып, уже больше Netflix, именно TikTok, сондай форматқа көшіп кетті да. Ақпаратты өте тез қабылдау болып кетті қазір. TikTok-тың соған өте қатты андай әсері тиді. Сол үшін адамдардың өзі YouTube-тан кішкене сол жаққа кетіп қалған сияқты. Егер былай қарайтын болсақ, YouTube-та бізде жаңа сандар, TikTok-та жақсы көрсеткіштер. Сол үшін мен ойымша индустрия кішкене өзгеріп жатыр. Адамдардың қабылдауы кішкене өзгеріп жатыр. Бірақ мен өзім бұл затқа әлі қатты үйрене алмай жатырмын. Өйткені бір таңдауды алып тастаған сияқты адамнан. Тым көп таңдау, яғни сенде ұсыныс көп. Ұсыныс көп, сенде андай бір
шексіз өзің білетін сияқтысың, саған өзің қалаған нәрсең болатын сияқты. Шексіз контент. Шексіз контент бар сияқты болып көрінеді. Бірақ керісінше сол шексіздіктің кесірінен адам таңдай алмайды. Сосын оған ұсынған нәрсені жұта салады. Сондай нәрсе да, кішкене шатасу болып жатыр да. Кім, не, қалай, қайда, неге деген сияқты. Аудиторияларыңның өсіп жатқанын сезесің ба сен? Өзгеріп жатқанын сезесің ба? Аудитория дұрыс жағынан қатты өзгеріп жатыр. Өте дұрыс жағы ол қай жақ? Жақсы жағынан. Музыканы тыңдап қана қоймай, ести бастаған сияқты. Жалпы негізі Қазақстанның жастарының музыканы қабылдау қабілеті қазір кішкене басқаша болып кеткен. Қазақ тілді музыканы. Өте талғам ұлғаю үстінде, сол жақсы да. Сол үшін жаңағы біздің ғана әндер емес, сол үшін Иканың да, Дюттың болсын, өзеннің жаңа артистері болсын, біз жақтан болсын, жалпы беріп жатқан нәрсеміз сол бір айналада. Ол күшті. Сол үшін тыңдармандар өте саналы, сапалы болып бара жатыр ма? Мен кеше ғана маған бір осознанка келді. Бізді 15 жасында тыңдап бастаған адам қазір 20-да ғой деп. Иә. Мен андай кішігірім шок болдым. Өйткені біреудің жазғанын көрдім да. 13 жасымда бүйтіп ойладым, 14 жасымда бүйтіп ойладым. Я слушала их в детстве деп отыр ма? Сондай нәрсе отыр да. Дейсің да. 15 жасымда таныстым, қазір 20 жасымда былай деген сияқты. Ё-моё, типа сенің контентімен кәдімгідей бір адам қалыптасып жатыр да. Ол жай ғана тыңдап жүрген жоқ, ол 15 жасынан сенің әндеріңде тасып жүрген идеологияны өзіне сіңіріп, қазір бір тұлға болып шығып жатыр да. Ол сол тұлға болып, өзінің жұмыс орнында, өзінің қоғамдағы ортасында, айналасында сол идеологияны тасып жүр да. И, блин, это мощно. Типа, прям мощно. Бұны бүйтіп сөзбен айтудың өзі қиын, бірақ сол жастардың ішінде біз бармыз. Яғни, мен ол адамның ішінде бармын. Эйс ол адамның ішінде бар. Эйзи ол адамның ішінде бар. Әлем, бала. Соны осознавать еткен кезде сен былай ойлайсың да, блин, это... Короче, это то, ради чего можно работать и делать все это. Олар ғана жаңағы біздің жаңағы өсуіміз, бізде негізі іштей көптеген өзгерістерге ұшырадық сол 5 жылдың ішінде. Шығармашылық жағынан, адами тұрғыда көзқарасымыз 1000 рет өзгеріп шықты. Оларда да дәл солай. И сен түсінесің, что қазір сені түсінетін адамдар әлде қайда көп. Осы 5 жылдың ішінде сен образға қатты тәуелді болып қалдым деп ойламайсың ба? Өйткені сенен белгілі бір нәрселерді күтеді. Зак ол лидер, Зак ол ойын жеткізіп береді. Зак ол Q-pop үшін, жас отан үшін, сондай нәрселер болды ғой. Және де өте креативті. Кейде креатив ради креатива болып кететін сияқты текстің ішінде. Мен тыңдағанда, альбомды тыңдағанда, мына жерде кәдімгідей бірнеше сағат отырып, ойланып, осы ходтарды іздеп отырды деген ой туындады. Өйткені ондай нәрселердің былай шыға салуы мүмкін емес. Солай ғой. Ізденісте отырып, сен сөйтіп табасың ғой. Шыға салмайды осылай. Шыға салатын әндер бөлек. Иә, әрине. Содан жалыққан жоқсың ба өзің? Сенен осыншама нәрселерді күтеді қалғандары. Продюсер күтеді, жігіттер күтеді, көрермен күтеді. Мен лидер емеспін, біріншіден. Неге? Өйткені маған ол статус ұнамайды. Обременяет. Бірақ солай болып тұр ғой. Интервьюға тіпті басқаларды жібермейді. Біреудің көзінше шығар. Ол бөлек әңгіме. Ол деген әркімнің рөлі анықталған кезде бізде группада маған сол рөл түсіп қалды. Жақсы. Жалпы
солай да шығар. Жаңағы образ жайында, мен негізі ол нәрседен кішігірім арылғым да келеді, өйткені сен біреудің көзінде сондай бірдеңе болып қалыптасып қаласың да. Тек бейне болып. Иә, бірақ олай емес қой негізі. Біз бәріміз көп жерде ұқсаймыз негізі. Просто біреу уақытын кішкене басқа жаққа жұмсайды, біреу тағы басқа бірдеңе жұмсайды. Мен өзімнің уақытымды кішкене сол жаққа бұрып тастадым да, яғни мәтін жазу жағына, жақында тағы бір осознанно келді, мен мәтін жазып жүргеніме 11 жыл болыпты. Сол сияқты нәрсе, бірақ оның өзі жеткіліксіз, 11 жыл аз, өйткені ол 10.000 сағат емес екен деген сияқты. Сол үшін жаңағы біреу өзінің уақытын кішкене басқа нәрсеге жұмсайды, яғни тот же самый TikTok, Instagram, YouTube, тағы басқа, и то соның өзінде сен именно қандай ақпаратты қабылдайсың, кішкене антистрессовый такой, кішкене сені атрофировать ететін контентке уақытыңды бөлесің ба, жоқ әлде сені наполнять ететін контентке уақытыңды бөлесің ба деген сияқты. Мен өзім мысалы арасында деградирующий контент жақсы көремін. Ол демалудың бір амалы ғой. Вообще мен анда не болып жатқанын түсінбеймін даже. Просто бірдеңе болып жатыр. Сілекей ағып жатыр. Иә, әлде отырасың, болды. Бірақ негізгі уақытымды мен кішкене басқа нәрсеге жұмсаймын. Сол үшін біздің айырмашылық тек қана негізінде кім не нәрсеге уақытын жұмсайды. Тек сода деп ойлаймын. Өйткені кез келген адамның қолынан кез келген нәрсе келеді. Мен сенім сондай. Егер олай болмайтын болса, кез келген адамның қолынан кез келген нәрсе келеді деген сенім менде болмаса, мен шоу-бизге де келмеуші едім. Бұл нәрсемен айналыспаушы едім, мүлдем. Өйткені өзің ойлашы, сен текст жазып отырасың и осы нәрсе саған болашақта полностью бәрін істеп береді. И кім ол нәрсеге қазір сенеді? Ну, это сложно. Мен қазір түсінемін өзімнің айналамдағы адамдар маған бұл нәрсеңнен дым шықпайды деген әңгімеге ше. Яғни, неге олар деп айтты? Бұл саған алып келмейді, тағы басқа деген сияқты. Өйткені это немыслимо. Люди думают, что чтобы зарабатывать, нужно работать. Нет. Можно просто жить, чтобы жить. И все. Сол үшін мен сол нәрсені таңдадым. И біз просто өзіміздің таңдаудың результатымызда. И в итоге біздің разница просто то, что мы выбираем. Ол басында Ерболат, біз саясат пен дінге жақындамаймыз дейтін еді. Бірақ одан кейін барлығымыз білеміз, Жас Отанмен жұмыс істедіңдер. Ол экспириенс сен үшін қандай болды? Ол экспириенс мен үшін ешқандай болды. Мен ол жерге бардым, өзім ұсынысымды айттым, жеткіздім. Ол жету керек болды, бірақ білмеймін, ары қарай ол зат жоқ болып кетті. Ол рухани жаңғыру бағдарламасының ішіне кіру керек болған әңгіме. Ақыры рухани жаңғыру қайда болып кетті, не істеп кетті, біз не болып кетті, екі жаққа кетіп қалдық. Болды. Негізі о кезде сені шақырғанда, сендерді шақырғанда, сол бір нәрсе ұсынып, бір нәрсе бірге істеп, өзгертейік деп шақырды ма, әлде жай постер бой болып жүре берші деп шақырды ма? Қалай болды? Негізі бірге өзгертейік деген әңгіме болды. Яғни жастардың ойын естейік. Қандай жаңағы өзгерістер алып келгілерің келеді. Сендер жалпы не бере аласыңдар, біз немен көмектесе аламыз деген сияқты әңгімелер болды. Бірақ нәтиже болмады, иә? Кішкене түсінбей қалдым не болып кеткенін. Өкінесің ба? Өкінбеймін. Ол адами тұрғыда тәжірибе ретінде керемет тәжірибе болды. Өйткені сен ондай адамдар басқа жерден кездестіре алмайсың. Құдайға шүкір дей. Ол өте керемет тәжірибе. Өйткені айтып отырмын, ол жерде отыратын адамдар негізі таяз емес. Бастары өте қатты жасайтын адам сен бүйтіп кірген бойда оқып тастайды. Сен кімсің, несің, не істеп жүрсің деген сияқты. Ондай ортаға түскен кезде сен жайлап өзіңде сондай болып баратасың да, андай не жағынан, адамды түсіну жағынан. Сол үшін бұлар адамның басқа қырын көрсетіп үйретті да маған. Өте күшті. Жақсы тәжірибе ондай болса. Керемет. Жақсы сабақ. Інің бар сенің, қарындасың бар. Иә. Алматыда ма олар? Алматыда, Бұрындайда. Олар
Eagles ба? Олар Eagles шығар, білмеймін, жоқ, Eagles дегенде қатты Eagles емес, я. Кішкене былай. Шет жағасында. Қазақша сөйлей ма, орысша сөйлей ма? Қазақша да, орысша да сөйлейді. Қандай музыка таңдайды өздері? Не тыңдайды? Қарым-қатынастарын қандай? Қарындасым әйтеуір не тыңдайтынын білемін. Рауф пен Файк болды. Солар тыңдап жүрген әйтеуір бір кездері. Мен естігем. Ну, тек қана олар тыңдамайды, конечно, әртүрлі музыканы тыңдайды. Бауырым жалпы әртүрлі музыка тыңдайтын сияқты, меломан, былайша айтқанда. Бауырым көбінесе жаңағы компьютерға қызығады, ойындарға, ол да анимен фанаты, неше түрлі аниме қарайды, ойындар ойнайды. Қарындасым карате жақсы көреді, сондай активный образ жизни. Соңғы кездері жұмысбасты көрінесің, олармен қарым-қатынас сақтауға, олармен уақыт өткізуге мүмкіншілік бар ма негізі? Әлде тек мейрам, туған күн? Иә. Тек солай ма? Иә. Уақыт өткізу кішкене қиындау бірге. Жастары неште қазір олардың? Олардың жастары қарындасым 7-те, бауырым 16-та. 16-да? Иә. 16-та, 17-те. Өте маңызды период. Саған хабарласып тұрады ма? Хабарласып тұрамыз, арасында. Хабарласып тұрғанда қалай, біз бір-бірімізге үйге кеп тұрамыз. Үйде көрсеміз, көбінесе сөйлесеміз деген сияқты. Сен қатты мақтан тұтатын шығар, е? Тұтатын шығар, тұтады ғой. Ол негізі олар андай, мен өзім кішкентай кезімдегі сияқты кішкене ұялады. Үйге келесің, сол кезде андай кішкене ұялып жүресің ғой. Сондай, андай күшті. Бірнеше сұхбатында айтқансың сен, анаң саған критика беретін. Сенің материалдарыңды тыңдап, әндеріңді, мынауың не деп. Қазір қалай? Негізі қарым-қатынас қалай? Қарым-қатынас күшті. Анам негізінде критикадан бөлек, ол шынайы ойын айтатын. Иә, конструктив қой. Иә, яғни бірдеңе ренжітіп алу, анау дегеннен қорқпайтын. Қалай ойлайды, солай айтады. Мен де сөйтіп қабылдаймын. Қазіргі уақытта да әлі солай. Яғни оны андай нәрселер қатты уайымдатпайды, жаңағы шаш, сырға, тағы басқа деген сияқты. Ол кәдімгідей бүйтіп айтады. Мен мына жерден мынандай бірдеңе сездім, оның алдында сенде мынандай болған, так было лучше деген сияқты. Анализ береді саған? Да, типа, вот это качало, это не качает деген сияқты. Все мамы такие были. И мен сол критиканың әңгімесі де сода болатын, бұрында жаңағы батл рэп оқып жүрген кезде, ол естіп, мен боқтап жүргеніме анау-мынауға емес, типа, дикцияма әңгіме айтады, тоже. Типа, қашанға дейін өстіп айта бересің. Типа, кішкене түсініктірек қылып айтсайшы деген сияқты. Мен айтатын, жоқ, бәрі осылай оқиды, жоқ, бәрі олай оқымайды дейді. Мен Эминемді тыңдадым ғой, олай оқымайды дейді. Даже с моим пониманием английского у него дикция лучше дейді. Ал қазір? Ол претензия бар ма әлі? Қазір уже ол претензия жоқ. Потому что ол кезде мен дикциям реально говневый болатын. Мойындағаныңа респект. Осы әсіресе алғашқы 2 жылдың ішінде болған хейт, стресс, олар да оның барлығын көрді ғой, сезді. Интернет бар, телевидение бар оларда. Сол үшін олардан кешірім сұрадың ба сен? Осындай әсерін сендерге тигізгеніне кешірім сұрайын деп. Әлде ондай әңгіме болды ма негізі? Ондай әңгіме вообще болған жоқ. Кешірім сұрау жайында жоқ, кешірім сұраған жоқпын. Өйткені керісінше олар звондап қолдайтын. Қалай болып жатсыңдар, типа, бәрі дұрыс па деген сияқты. Мен айтатын, бәрі нормально, осылай болып жатыр деп. Мен жарайды, мы за тебя болеем деген сияқты қылып айтатын. И абсолютно ешқандай бір немен мыналар маған видео атыр деген сияқты, типа, әңгімелер маған айтқан жоқ.
Хотя я подозреваю, наверное, болған шығар ондай по-любому деген сияқты. Просто олар менің көңіліме тимесін деп, скорее всего, көп саған нәрсені жеткізбеді ол айтпады. әңгімелерді. Скорее всего, деп ойлаймын. Мгм. Возможно. А возможно, и не было ничего этого. Бізде, в принципе, ауыл болғанымен, прям офигенный ауыл негізі. То есть, білмеймін, мен ондай ауыл көрген жоқпын. Хотя Қазақстанды біраз араладық негізі, да. Но именно Ұржар сияқты адамдар именно. На самом деле, жерді күшті қылатын адамдар ғой. Әрине. И маған сол жердің именно социумы өте қатты ұнайды әлі күнге дейін. Мен ол жақтағы сияқты адамдарды әлі кездестірген жоқпын. Қанша жерде жүрсем де. Неге? Өйткені там сохранилась какая-то вот эта штука. Вот это үлкенге құрмет кішіге ізет деген әңгіме бар ғой. Сол әңгіме сақталып қалған сияқты. Или, может, уақыт өте келе, в принципе, бүкіл жерде ол зат бұзылып кетті ма? Мен кішкентай кезімде сол нәрсені көрдім ба просто? Я не знаю, но как я помню, там люди были абсолютно другие. Не такие, каких я вижу сейчас. И в этом плане ол адамдар маған қатты көмектесті, в принципе, ашық бала болуға. Сол ауылдағы адамдар. Мұғалімнен бастап, әрбір кішкентай, үлкен, аға, буын, бала, ары-бер, ата-ана, бәрі. Ол жердің менталитеті кішкене сондай болды. Еркін бәрі. Бәрі еркін болды, және ешкімнен ештеңеден қорықпайтын. Қорқыныш деген түсінік ондай болмайтын. Қазір екінің бірінде ішінде бірдеңе деген қорқыныш бар. Ашу, ыза. Ыза, агрессия, андай рамки. Ондай зат біз тұратын жақта мүлдем болған жоқ. Бәрі бір-біріне ашық, көршілер, деп андай өзің карточка қазып отырсың, ан жақта тағы біреулер карточка қазып отырады, айғайласып сөйлесіп тұрамыз, сондай зат болатын да. И, блин, это было клево. Типа, мен оқыған мектепте де бізде керемет условия болған жоқ, да, типа, мен 10 оқыған кезде ма интерактивті тақта келді, соған біз деген мәз болдық, и то онымен дұрыс пайдаланғызбайтын. То есть, типа, сондай жер болды. Бірақ мұғалімдер, блин, просто кайф болды. Ну, типа, у нас были обычные книги, нам было скучно учиться. По идее, скучно учиться. Блин, мне не нравилось никогда учиться. Я вообще не люблю эти все книжки, вот эти все дела. Как обычный любой среднестатистический ребенок, короче. Мне это не нравилось. Но учителя у нас, как бы из-за именно этого менталитета, они подходили к каждому ребенку как к своему. И в этом было отличие. Поэтому, когда я начал писать мектеп кезінде, никто меня не останавливал. Они просто говорили, что воспринимай это как хобби, но выбирай профессию. Мы тебе не говорим, чтобы ты не занимался этим. Занимайся для себя, но ты должен выбрать какую-то профессию. Все вокруг так говорили. Класс. И то же самое было с другими детьми. То есть кто-то там танцевал, кто-то еще. То есть у каждого были свои какие-то өзінің бір икемі болатын бірдеңеге. И сол икемін ол адамдар ашуға тырысады. Мен ол нәрсені қазір ғана түсініп жатырмын. Яғни уақыт өте келе қазір ғана түсініп, қазір бағалап жатырмын. Ол кезде ол зат маған түсініксіз болатын негізінде. Сол үшін мен негізі в принципе сол ауылдағы адамдарға өзімнің алғысым шексіз, өйткені именно вот сол адамдар мені осындай адам қылды. Қалыптастырды. Сол социум. Анаң мықты кісі, оны түсіндік. Сен қолдайтын кісі, бағыт беретін. Әкең туралы сұрасам бола ма? Бәрібір жауап бере алмаймын. Көтермейсің ол тақырыпты? Көтермеймін, өйткені жалпы ар жақта жатқан зат. Мен оны тіпті үйде көтермеймін. Анаңнан да сұрамайсың? Жоқ. Түсінікті, онда мен де мазаламаймын. Бір сұхбатында сен былай дедің. Орысша болды, сондықтан білмеймін, орысша сайтта болды. Былай дедің, я социопат, признаюсь вам честно, неожиданно для всех. Перед каждым выступлением мы проводим ритуал, громко произносим 91. Это кажется странным, но я борюсь с самим собой. Осындай халықтың алдында жүру, сахнада жүру, ұнамайтын секілді, бірақ сенің қазір мамандығың, жұмысың. Ол деген өте үлкен стресс қой. Диссонанс. Иә, диссонанс. Сосын стресс, психологиялық стресс. Әлде үйреніп кеттің ба? Қалай күресесің бүгін? Қазір ол нәрсе уже олай емес.
короче, маған жаңағыдай көшеде тығылып жүру деген сияқты заттар в принципе үйреншікті болатын. Өйткені Ол қалай көшеде тығылып жүру? былай капюшон киіп алып деген сияқты ешкімге көрінбей. В ауле считали это модным, но по идее мне просто, короче, не нравилось. дейсің ғой. Да, не нравилось просто смотреть людям в лица. В принципе, это осталось. Я не говорю, что это не нравится, это у меня вызывает какой-то страх, что ли. Я вообще хер его знает, что с этим связано. Но былай болды, уақыт өте келе мен бұл затқа үйреніп бастадым. Және махаббат пайда бола бастады ішімде. Сол қоршаған ортама деген. Сол махаббат пайда бола бастағалы бері кішкене мен ол заттың бәрін басқаша қабылдай бастадым. Агрессияға агрессиямен жауап бермей деген сияқты. Кез келген көзқарастан бір зұлым подтекст іздемей деген сияқты. Ондай зат жоқ болып кетті. Уақыт өте келе. Бәле іздемей дейсің. Иә, бәле іздемей. Ол нәрсе негізі, білмеймін, ол нәрсе қалада пайда болды, по идее. Именно вот негативті тұрғыдан бірдеңе іздеу деген сияқты. Ауылда, в принципе, почему-то я не любил особо там футбол, там ары-бері деген сияқты сондай заттар. И когда сахнаға шыққан кезде, как бы сол зат кішкене шыға бастады тоже. Когда балдар бүйтіп алдында жүреді, мен артқа кетіп қаламын да. И просто өздерің болып отырыңдаршы деген сияқты, короче, қарап тұрамын просто. Негізі стресспен қалай күресесің? Өйткені түнімен студияда, кейде концерттер бар, эфирлер бар. Одан да шаршайсың, сосын миың тоқтамайды ғой. Айтам, күлмеңіздер, но все очень просто, я просто дышу. Медитации разные. В принципе, я начал это недавно. Медитировать, там, осознанно дышать деген сияқты. Оған дейін я не справлялся со стрессом. Честно скажу. Наркотики? Нет. Я не справлялся со стрессом в плане... Бывали моменты, когда я просто сидел и плакал. Короче, типа, это был тупо срыв. Өйткені сен уақытылы онымен жұмыс істемейсің. Да, типа... Жата береді. Тұрасың, и не в тему просто жылай саласың, короче. Ну, прям не в тему. Сам не понимаешь, почему это, и типа, откуда это. Деген сияқты. У меня был момент, когда мен тупо жылай салдым, и, короче, таксиге отырдым. Жылап кетіп баратырмын, короче. Халық кетіп баратыр, бүйтіп, адамдар көшеде. Адамдарға қараймын, и не в тему, жыным ұстап тұр адамдарға. Ну, типа, просто қараймын, и просто нервирует. И тупо жылап отырмын дальше. И просто, типа, я не знаю почему. А потом үйге келем, и дальше жылаймын, короче. Ну, это было пару лет назад где-то, солай. Соңғы рет. Соңғы рет, да. Соңғы рет емес, одан кейін де бір жылап алдым, но, типа, не үшін екенін тоже түсініксіз, короче. Тупо тұрып сондай бір срывтар болып жүрді, короче, я потом понял, что у меня какие-то психологические загоны, наверное. Психологпен жұмыс істемейсің? Бардым, сөйлестім, нормально болып кетті. Вот, и потом открыл для себя вообще, в принципе, сознание и так далее, и тому подобное, деген әңгімені. И карантин прям супер помог. То есть я себя даже, в принципе, как организм уже запускал. То есть семіріп бастадым. Кез келген нәрсені жеймін, я заедал стресс. Вот, кстати, почему Кореяға барған кезде Макдональдстан шықпай қойдым, да, типа. Может, даже это была отговорка, что я не могу кушать острое. Хотя нету никакой аллергии, ничего, да, в принципе. Но получилось так, что... Тамақтар жақпады деп? Иә, типа, и Макдональдстан шықпайсың строго высококалорийной пищемен. Мон жаққа семіріп келдім. И потом с этим боролся, еще ходил, короче, типа, не мог понять, как это и все такое. А как только успокоился, карантин болған кезде я успокоился. У меня весь движ остановился, ойым бәрі тоқта қалды. Короче, бір-екі сериал қарап алдым, то есть отвлекся, от реальности немного ушел, которая тоже нереальность на самом деле. Ну, то есть, біраз нәрседен бүйтіп кетіп қалдым да, и понял, что я сам создаю себе вот это все. Типа, мои решения, мои эмоции, мое вот это вот
бір нәрсеге, короче, реакция беру, тағы басқа нәрселер. Это все просто последствия деген сияқты. Приостановился, успокоился, обнулился, короче, начал с тела, что более намного легче, чем заниматься вот этим всем. Когда тело пошло, изменениялар уже жүріп бастаған кезде, я скинул около 14 килограмм за карантин. Когда ты их набрал? В Корее. В Корее я их набрал, потом я похудел, потом еще больше набрал. То есть я в Корее набрал 12 кило. Жесть. Но прикол в том, что я не прям сразу, наверное, набрал. Просто после Кореи я взвесился, короче. Вот. Наверное, я уже примерно до Кореи начинал, уже жайлап толуға, да, а там, наверное, ускорил процесс. А потом уже Алматыға келдім, мен емес шығу керек болды, нужно было срочно худеть. Я сел, короче, на белковую диету, когда ты кушаешь только мясо. Я кушал, вот, я кушал только мясо и огурец, короче. Мынандай бір мясо алып алатын, суға піскен. Я думал қазы, но, блин, ол слишком не болды. Тұзды болды, майлы болды. Да. И поэтому андай кәдімгі жылқының етін алдым. Бір уыс ет алып алам, и бір огурец алып алам. И на весь день это был мой хавчик, в общем. И более-менее такой спорт, там, движ. Скинул около 12 кило тогда. И, получается, мен емес мы отсняли, бәрі билет отсняли, тур проехались, Қазақстанға, Алматыға келдік, и, короче, уже кішкене демалыс қой, и бір-екі айда қайтадан, бум, короче, я взорвался. И я такой подумал, блин, что за херня, вроде недавно похудел, и что, мне теперь нужно постоянно, что ли, на мясе только сидеть, или как, типа, это было сложно. А потом уже карантин, все дела, начал смотреть правильные видосы про правильное вообще отношение к телу. После тела уже пошло вот это все внутреннее. Когда с телом разобрался, короче, остальное уже легче было. То есть сол кезде мен жаңағы қолданған техникалармен по сей день жүрмін и супер комфортно кушаю, что хочу, сплю, когда хочу и так далее, деген сияқты. Работаю и не мешает, короче. Когда уже разбираешься с телом, у тебя появляется такая уверенность в том, что, оказывается, если действовать систематично с самим собой, что, оказывается, тоже работает, деген сияқты, да? Мы запускаемся, потому что думаем, что с самим собой работать нереально. Ну, типа, можно с кем-то или с чем-то работать, но с самим собой нет. А оказывается, ну, типа, можно. Система работает, деген сияқты. Круто. Зат пайда болады, натыкаешься на подсознательные системы, думаешь, что, как. Оказывается, они тоже работают. Вот. Но будь аккуратным, ладно? Будь осторожен. Конечно. Өйткені мысал үшін демалу арқылы тынышталу деген практикалар күшті, бірақ кейбір нелер бар, исследованиялар бар, медитация жайлы. Медитацияның негативті салдары туралы. Сондықтан абай бол. Оны да қарап алдым. Дұрыс. Бір нәрсемен айналысар алдым, жан жақты қарап қатырсам. Тамаша. Бұл зат маған әйтір негізі бұл тек қана менің жаңағы нем осыған келуім. Яғни біреуге бұл жақпауы мүмкін. Бұндай образ жизни в принципе біреуге жақпауы мүмкін. Біреуге кішкене басқаша болған дұрыс шығар деген сияқты. Саған келеді. Маған келеді. Сол үшін осылай. Тамаша. И бір түсінгенім тоже, то что, короче, мы знаем, мы много чего знаем, но не применяем. И именно қазіргі жастардың приколы сода сияқты. Ақпарат өте көп, и олар көп нәрсе біледі негізі. Өте көп нәрсе біледі. Бірақ ол білім оларға ешқандай әсер етпейді. И көбісі сол жерден сынады, по идее. Мен өзім сондай болдым. Біраз нәрсені қарап тастадым, көрдім, тағы бірдеңе, бірақ қайда қолданарын білген жоқпын оның бәрін. И қалай қолданарын білген жоқпын. Ну, типа, зачем деген сияқты. И вот эти всякие жесть, типа, успех... Айтқан сияқты айттың ғой, зачем? Яғни, успех, путь к успеху через успех деген сияқтылар болды. Деньги принесут, деньги, там, ары-бері. Всякие такие штучки. И до этого знали. То есть, в принципе, мен музыка деген, не деген, үлкен сұраққа өзім ұзақ жауап беріп жүрдім. Как только я ответил на этот вопрос, прям все стало на места. Ну, прям
тұра қалды, короче, прям нормально. Тұра қалды, біліп алдым, осы арқылы кішкене өмірге деген көзқарасым қалыптасып бастады. Но опять-таки, не істеймін онымен, мен түсінбедім. Оказывается, дело в том, что именно сен білу керексің, не істейсің онымен. Күшті, күшті. Рахмет, Дулат. Рахмет. Уақытыңа, бөліскен ойларыңа, пікірлеріңе. Соңғы сұрағым болсын онда бүгінге. 5 жыл ішінде өзіңді қайда, қалай, кім болып көргің келеді? Бұрында мен айта беруші едім, қазір айтқым келмейді. Өйткені қазір айтып қоям, бұл ақпарат тарайды, адамдардың санасына кіреді, біреу өз алдына сол нәрсені уже көріп бастайды. Может, даже өзім сол нәрсені көріп бастаймын, бірақ бәлкім мен ертең ол нәрседен бас тартамын. Сол үшін білмеймін. Әйтеуір жақсылық болсын. Жақсылық болсын. Рахмет саған. Өте қуаныштымын. Күшті өтті. Рахмет уақытыңа. Сіздерге рахмет. Бүгін бізбен болғандарыңыз үшін тағы да айта кетейін, каналға жазылыңыз, комментарий қалдырыңыз, ұмытпай, және де ұнаған болса лайк қалдырыңыз. Мен үшін емес, Дулат үшін. Білесіздер, ол маған лайк керек емес, Дулатқа жоқ. Лайк қалдырыңыз, комментарий қалдырыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.